Қайырлы күн оқушылар, бүгін біз сіздермен геометрияның негізгі ұғымдарымен танысамыз. Сонымен, геометрия дегеніміз не? Геометрия бұл бізде фигуралардың пішінін, өлшемін және өзара орналасуын зерттейтін математиканың саласы болып табылады. Геометрияның негізгі ұғымдары ретінде біз сіздермен бірге нүктені қарастырамыз. Нүкте бұл бізде орны бар, бірақ өлшемі жоқ фигура. Түзу, екі бағытта шексіз созылатын сызық. Жазықтық, шексіз кеңістік, онда түзулер мен нүктелер және орнатады. Аксиома. Аксиома дәлелдеусіз ақиқат деп қабылданатын бастапқы тұжырым. Аксиоманың негізгі ұғымдар ретінде біз нүктені, түзуді және жазықтықты қарастырамыз. Теорема. Дұрыстығы логикалық жолмен дәлелдеуді қажет ететін математикалық тұжырым. Теорема әрқашан бізде берілген шарттан, дәлелдеуден, қорытындыдан тұрады. Енді біз сіздермен сыбайлас бұрыштармен танысамыз. Сыбайлас бұрыштар дегеніміз бұл бізде ортақ төбесі мен бір ортақ қабырғасы бар, ал қалған қабырғалары бір түзудің бойында жататын екі бұрыш сыбайлас бұрыштар деп аталады. Сыбайлас бұрыштардың әрқашан қосындысы 180 градусқа тең болады. Мынаны біз сыбайлас бұрыш деп қарастырайық. АОС және осы АОС түзуін Б бұрышы, Б түзуі қиып өткен. Осы кезде біз АОБ бұрышы мен БОС бұрышының қосындысының 180 градусқа тең екенін байқай аламыз. Вертикал бұрыштар. Екі түзудің қиылысынан пайда болған төбелер ортақ және қабырғалары қарама-қарсы бағытталған бұрыштарды біз вертикал бұрыштар деп атаймыз. Осы вертикал бұрыштар бізде бірінші, екінші, үшінші және төртінші бұрыш. Бізде вертикал бұрыштарда әрқашан қарама-қарсы бұрыштар бізде тең болады. Бірінші және үшінші бұрыш тең, екінші және төртінші бұрыш тең. Енді біз теореманы дәлелдеу әдістерін қарастырсақ. Тура дәлелдеу әдісі. Тура дәлелдеу әдісінде берілген шартты пайдаланып логикалық қорытынды арқылы тұжырымды дәлелдеу әдісі. Бізде тұжырым ретінде сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең деген. Енді біз сіздермен осы сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең екенін дәлелдейтін боламыз. АОС түзуін біз БО кесіндісі арқылы қиып өтейік. Енді біз осы есепте байқасақ, бізде АОС бұл бір түзудің бойында жатыр. Яғни бір түзудің бойында жатқан АОС бұрышы бұл менде 180 градусқа тең. Неге? Себебі АОС бұрышы бұл менде жазыңқы бұрыш болып табылады. Ал мына жерде тұрған біздің БО кесіндісі осы АОС бұрышын екі түрлі өлшемдерде бөлген. Енді біз осы фигураға назар аударсақ, БО кесіндісі АОС бұрышын белгілі бір өлшемдерде екіге бөліп тұр. Осылайша бізде екі бұрыш пайда болады. Бірінші бұрыш ол бізде АОБ бұрышы және БОС бұрышы. Және олардың ортақ қабырғалары бір түзудің бойында жатқандықтан, олардың қосындысы менде әрқашан 180 градусқа тең болады. Енді кері жору әдісі. Кері жору әдісінде дәлелденетін тұжырымды уақытша жалған деп алып, одан қайшылық шығару арқылы дәлелдеу әдісі. Мысалға, есептің бізде теорема ретінде вертикал бұрыштарды тең дейміз. Біз қазір сіздермен осы вертикал бұрыштарды уақытша тең емес деп қарастырамыз. Бірінші, екінші, үшінші және төртінші бұрыштар. Мен бірінші және үшінші бұрышты тең емес деп қарастырамын. Бірақ та біз мына фигураға назар аударсақ, бізде бірінші және екінші бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең, екінші және үшінші бұрыштың қосындысы менде 180 градусқа тең. Осылайша мен бірінші бұрышты өрнектеп алатын болсам, яғни бірінші бұрышым бұл менде 180 азайту екінші бұрышқа тең. Дәл осылай менің үшінші бұрышымда 180 азайту екінші бұрышқа тең. Осылайша біз бірінші және үшінші бұрыштың шамалары тең екенін кері жору арқылы дәлелдеп, олардың өзара тең екенін көз жеткіздік. Шарты бойынша сыбайлас бұрышты салып алайық. Егер мен БОС бұрышын X деп алатын болсам, ал менің АОБ бұрышым X қосу 20. Есептің шарты бойынша бізде
білеміз, сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Сонда x қосылған 20 градус, бұл менде 180 градусқа тең болады. Бұл бізде қарапайым теңдеуге келтіріп аламыз. 2x қосылған 20 градус тең болады 180. 2x тең 180 азайтылған 20 градус. Сонда 2x тең болады менде 160, x тең 160 бөлінген 2. Сонда менің x-ім 80 градусқа тең болады. Енді яғни менің осы бұрышым 80 градусқа тең болатын болса, АОБ бұрышым менің 100 градусқа тең болатынына көз жеткіземіз. Екінші есеп, сыбайлас бұрыштардың қатынасы менде 2-де 7 және бұрыштарды табыңыз. Сыбайлас бұрыш сызылайық, АОС бұрышы. Егер бізде БОС бізде 2x болса, БОС бұрышы менде 2x-қа тең, ал АОБ бұрышы менде 7x-қа тең. 2x қосылған 7x тең болады 180 градус, 9x тең болады менде 180. Сонда x тең 180 бөлінген 9, x тең 20. Осылайша менде БОС бұрышы 40 градус, ал АОБ бұрышы менде 140 градусқа тең болатынына көз жеткіземіз. Енді екі түзу қиылса, бір бұрыш 3x азайтылған 10 градусқа тең, оған вертикал бұрыш 2x қосылған 20 градусқа тең. X-ті табыңыз. Вертикал бұрыш тең деп қарастырғандықтан бізде мына жерде тұрған екі бұрышты біз өзара тең деп аламыз. Сонда 3x азайтылған 10 градус тең болады 2x қосылған 20 градус. Бұл бізде мәндес теңдеу, x-тарды бір жаққа жинап аламын. 3x азайтылған 2x тең болады 20 қосылған 10. Сонда x тең болады менде 30 градус. Яғни менің x-ім 30 градусқа тең. Осымен сабақ аяқталды. Назар бөлгендеріңіз үшін рахмет, оқушылар.